Өзінің шығармашылығыңды зерттей отырып, ерекше бір бейне жазба тауып алдық. Бұл кадрлар талай естелікті еске түсіріп, жүрек түкпіріндегі сезімдерді де қозғауы мүмкін. Ендеше экранға назар аударайық. Бала кезде белем. Есімде. Қай сахна? Бұл Ақтөбе қаласындағы студенттер сарайы болу керек. Қателеспесем, Екезу театрының концерті. Осы жерде өнер көрсеткем. Осы жерден басталды барлығы. Сонда Екезу театры осы сахнаға шақырды ма? Я, мен Екезу театрына мен 11 жасымда қателеспесем әкем апарып тастады. Нұрлыбек ағалармен сөйлесіп, жаңа басшылығымен сөйтіп, балам таланты бар, байқап көресіздер ма деп, біз барған күні олар дайындық жүргізіп жатқан осындай ән сахнада. Сол кезде мен бір ән айтып бергем, олар күліп, артынша мен театрға алды. 1-2 концертке келдім, одан кейін сен біздің бала болып жүре берші деді. Ақтөбеде ма бұл сонда? Ақтөбеде. Демек, сіздің алғашқы ұстазыңыз, сізді өнерге жетелеген, алғаш сахнаға жетелеген ол әкеңіз болды ғой? Иә. Негізі әкем болды. Өнердегі ұстазыңыз кім? Андай, мектепте музыкальный школада сабақ берген ұстазымды айта аламын. Әнге баулыған деп. Бұлай көп жерде мен Алланың қалауымен жеткен сияқтымын көп нәрсеге. Жақсы, ендеше бізде тағы да бір бейне материал бар, соған назар салсақ. 2010 жылдары біздің Екезу сатира театрының көктем айында кезекті жаңа бағдарламасын біз әзірлеп жатқан болатынбыз. Сол кезде дайындық үстінде маған бір кісі баласын жетектеп жаңа кісіден сұрадым, неге келдіңіз деп. Ол кісі айтты, сіздердің мына қалада концерттеріңіз болайын деп жатыр екен театрдың. Соған біздің мына баламыз өлең айтқысы келеді деді. Сосын нешеде деп едім, 11-де деді. Сосын мен айттым, әлі кішкентай екен, бір 13-14-ке келген кезде келіңіздер деген. Сол кезде жаңа Фархат қоршылдап жылады. Кәдімгі көз жасы төгіліп, домаланып, былай өзі сүйкімді болды. Сосын енді баланың көз жасына қалмайық деп, театрдың балдары айтады, әй шығарайық, бір нөмір ғой деп. Содан ертеңіне мен Фархат шақырдым. Сосын қандай әнің бар деп едім, ол кезде Фархат термелер айтатын. Эстрадный вариантта термелер айтады. Сосын мен оған өзімнің бір әнімді бердім. Сосын Фархаттың бір кішкене бір бронхальный астма деген бір несі болды. Сырқаты сол кезде. Салқын теген ғой енді. Сол Шалқар қаласына барған кезде дәрісі Ақтөбеде қалып кеткен. Содан ана дәрі таба алмадық Шалқардан түнде. Содан түнімен мен сол бала ауырып қасым алып жаттым. Өзім қол дем беріп, массаж жасап спиртпен. Сөйтіп сосын Фархатты гастрольде жүргенде біреулер ұрып кетер деп, өзім қасым алып жататым, шынымды айтайын. Сосын Фархат былай тамаққа аппетит жақсы болды енді, сондай. Сол балдарға бір пирожки алсам, оған 2-3 пирожки алатын. Бір порция болса, балдарға оған 2 порция беретін. Сөйтіп өзім кәдімгідей бауырыма басып, жетектеп жүрдім. Енді Фархаттың тағы бір аңқау болды Фархат. Мысалы гастрольге барған кезде Атырау облысында Қызылқоға ауданында біз гастрольдік сапарда жүрміз.
сол кезде ауданға барған кезде ауданның мәдениет қызметкерлері бізді театрды табиғатқа демалуға апарды ше. Сол кезде біздің театрдың жігіттері енді ойнайды ғой, іші пысады. Фархат аңқау, сол қоға бар емес пе, шөп. Өзеннің жағасында өсетін қоға. Сұр ана қоға. Шоколад сияқты ғой түрі. Соны енді Фархатты ондайды көрмеген ғой. Сол қоғаны сындырып тәрелкеге салып қойды ғой, балдар әкеліп ше. Сосын Фархат келді, дастарханға отырды. Сосын бір бала өтірік қоғаны жеген сияқты болып отырды ғой. Фархат алды, қоғаны аузына салып қойды. Қоға бұрқыта қалды ғой, ауызы қақалып отыр. Сөйтіп ойнайтынбыз Фархатпен. Бәрекелді. Енді осы Фархат, осы Нұрлыбек ағаңмен байланысың әлі күнге бар ғой, иә? Иә, Нұрлыбек ағаны мен әкемдей көрем. Жоқ, қоға беріп атса да, иә, қоға беріп атса да. Ана суреттерден кейін сен әкедей көрмеу мүмкін емес деп ойлаймын. Не деген суреттер шықты? Жаңағы балалық шаққа саяхат жасап әңгімелеп жатқанда бір ерекше күліп, осы жерде бір көп нәрсе есіңізге түскен сияқты болды. Әсіресе бір естен кетпейтін қандай естеліктер? Екезу театрында енді ол сатира театры ғой негізі. Мен шынымды айтсам, бала болғаннан кейін көп нәрселер есімде қалмады. Екезу театрында. Маған керісінше ол кісілердің өзін көріп жүрген мен үшін сол естелік болатын. Мен мына кісілерді Қазақстан Ақтөбе каналынан көретін едім ғой деп. 11 жасымда. Десе де енді жақсы адамдардың бағдарламасына келіп отқан кезде осындайда жақсының жақсылығын айтып нұрын тасытуға болады. Елдегі ұстаздық еткен, жанашырлық еткен тілектестердің орны да жөні де бөлек қой. Осы орайда бағдарламаны пайдалана отырып кімдердің есін ерекше атап алғысыңызды білдірген едіңіз? Иә, мен алғашқы музыкаға Ақтөбе қаласында бала кезімде бірінші ән айтуды, ритм сезуді үйреткен Ләззат апайыма алғысымды білдірем. Одан кейін терме сабағынан берген Бибігүл апа ұстазыма алғысымды білдірем. Одан кейін вокал мектебінде сабақ берген, бәрі бір мектепте болып жатқан оқиғалар ғой. Гүлмарал ұстазыма алғысымды білдірем. Одан кейін Нұрлыбек ағаға, Екезу театрына, одан кейін Алматы қаласына Есейге келіп келген кезде Ғаділбек ағаға алғысымды білдірем. Себебі мен ол кезде енді ғана жаңағыдай әндерім хит болып түрімді танып бастаған кезде ағам кездесуге шақырып өмір жайында бір-екі сабақтарын беріп жүрген. Содан кейін артынша 2 жылдан кейін ағама рахметімді айттым. Сол кездерден бастап өзіңді жақсы білетін Мұхит Жақсығали ағаң отыр осында. Иә, актер ағаң келіп отыр. Бұл мен үшін өте шок болды негізі. Жаңа келген кезде көріп қалдым да қатты таң қалдым. Қайдан жүрсің деп. Ал, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум барлықтарына. Қош көрдік. Інімді көріп қуанып отырмын. Фархатты алғашпен мана айтып жатыр ғой, 2011-де таныстық барлықтарымыз. Иә. Сол театрда жұмыс жасайтынбыз. Бала Фархатты папасы алып келді. Ол папасына күнде жылайды екен. Мен сахнаға шыққым келеді. Сонда үлкен театрларға барып ән айтқым келеді деп. Сонда батыста ең бірінші енді қандай театр дегенде жалғыз өзі бір театр бар. Осы 4 қаланы салыстырғанда Екезу театры. Сол күнде жылайды екен, сояққа апар деп. Бір күні шыдамның да шегі бар. Папасы да шаршаған болу керек. Алып келді, көрсетті. Сосын ән айтам деді. Терме айтады. Өте керемет айтады. Народный дауыс дейді ғой. Термеге арналған дауыс. Бірде-бір сіздің орындауыңызда терме естіп көрмеппіз. Бала кезде көп орындайтын. Әндерінің барлығы терме, Өмірқұл Айназов ағамыз сияқты. Өте керемет. Сол кезде бір ән орындап берген, ортасында проигрыш дейді ғой, домбыраны. Домбырасы жоқ болса да домбыра тартқандай болып, құлшынып, арқасы ұстап, сондай бір өте талпынысы жоғары болды. Содан кейін театрға ең жас әртіс ретінде театрға алынған жалғыз осы Фархат шығар. Әлі күнге шейін ондай жас өнер адамы жоқ шығар деп есептеймін. Жұмыс жасады кәдімгідей. Енді мана Фархатты Шалқар өңіріне барды деп жатыр ғой, мен бір айта кетейін сөз жерін. Ең бірінші Шалқар өңіріне барғанда ол ыстық болатын, өте қатты. Сол кезде Фархатты ең бірінші астматик екенін білмейміз. Ол манағы аспаздықта оқыды деді ғой. Тамаққа өте жақын болған, тамақты өте жақсы жейді. Тойға барғанда столдан тұрғыза алмайтынбыз. Сол кезде тамаққа тойып алған. Манағы тауықтардың қуырылған аяқтарынан бастайды да, до конца біткенше отырады. Соған тойып алған болу керек, күн ыстық болу керек. Бір кезде
тұншыға бастайды ғой, бәріміз түсінбейміз. Неге тұншығып жатыр, неге тұншығып жатыр? Бұл демала алмай жатыр деп, оны баняға апардық. Парилкеге отырғызып, арқасын ұрдық. Терлеп тепші, одан сайын тұншықты. Скорый келгенше, осы бала тұншық шыдады бірақ. Сол кезде түсіндік қой, сол кезден бастап астматик Фархат деп атап кеткенбіз. Аты көп негізгі. Содан бастап енді Фархат міне көріп отырған дәрежеге жетіп отыр. Молодец.